Еліміздің еңбек нарығында 300 мың адам жұмыс істейді, ал жыл сайын мыңдаған адам жұмыс барысында жарақат алып, мүгедек болып қалады. Ағымдағы жылы өндірістік жарақат алған жұмысшылар саны 1069 адамды құрап отыр. Қайтыс болғандар саны 120-дан асып жығылады. Еңбек қауіпсіздігін қорғайтын ұйым өкілдерінің айтуынша, бұл көрсеткіш биыл 13%-ға азайған. 5 жылда қарап көрсек, өндірістік жарақаттардың саны 22%-ға азайды. Енді былтырғымен салыстырғанда, мәселен, биылға 10 аймен, сосын былтырғы 10 аймен салыстырғанда өндірістік жарақат 13%-ға азайды. Биыл 1069 адам жарақат алды. Өндірістік жарақат. Биыл 10 айын қорытындысы бойынша 127 адам қайтыс болды. Бейбіт өмірде құрылыста, кен өндіру кәсіпорындарында өндірістік жарақат алып өмірмен қоштасып жатқандар бар. Зиянды жағдайда жұмыс істейтін жұмысшылар санын азайту әлі де шешімін таппай отыр дейді форумға жиналғандар. Енді жұмыс берушілерге қатысты еңбек заңнамасында талаптарды күшейту қолға алынбақшы. Оқиға, жазатайым оқиға болғаннан кейін біз бәріміз қимыл жасай бастаймыз. Біз соның алдын алу мәселесіне көп көңіл бөлуіміз керек. Сондықтан міне 3-4 өзгеріс біздің қазір жадымызда бар. Соны еңбек заңнамасына өзгеріс үшін өзіміздің ұсынысымызды береміз. Еңбек заңнамасының бұзылуы жұмыс беруші тарапынан қауіпсіздік шарасын қамтымау деректері орын алуда. Ал оны тексеретін еңбек инспекторларының жұмысы көп, саны аз. Бүгінде елімізде бар жоғы 268 мемлекеттік еңбек инспекторы қызмет етеді. Кәсіподақтар құрамында 18 мыңнан аса техникалық еңбек инспекторы бар, бірақ олардың өкілеттілігі шектеулі. Қоғамдық бақылауды күшейту. Қазіргі мәселе көтеріліп жатқан осы семинарда техникалық инспекторлардың жұмысын күшейту. Олардың саны қазір 18 мыңға жуықтады. Саны өте көп деуге болады. Осы күшті пайдаланып бізге еңбек жағдайларын жақсартуға мүмкіншілік көп. Жұмыс орнында жазатайым оқиғалардан сақтану үшін дене шынықтыру жаттығуларын жасау керек дейді кәсіподақ өкілдері. Әр адам спортпенен, я болмаса жұмыс кейін барып, бір клубтарға барып, я дене шынықтыру стадиондарға барып жаттықтыруға уақыты да болмай жатады. Сондықтан оның тек қана жеңіл ғана түрі, қолайлы түрі, әркімге тиімді түрі, біздің ойымызша осындай дене шынықтыру гимнастикасын өткізу, сол арқылы біріншіден адамның өзінің санасында осыған құлшыныс пайда болады ғой деп ойлаймын. Осылайша форумға қатысушылар еңбек қауіпсіздігін сақтауға қатысты ұсыныстарын үкіметке ұсынып, тиісті заңға енгізетін болып шешті. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.